сәлем. Бүгін бізде сәрсенбі. Мен қазір боянып алдым уже, сабаққа жиналдым. Менде бүгін универде 2 пара болады. Бүгін точно сабақ болады. Бірінші сабақта мен контрольный сондай бірдеңе тапсырамын. Екінші сабақ математика. Одан вроде ештеңе тапсырмаймыз. Вроде. Сосын фитнеске баруым керек. Кітап оқимын. Сосын обедтен кейін үйге келем. Түстен кейін үйге келем. Сосын, солай. Суық екен. Мен бүгін универге кішкене ерекше бұрын новый киімдерімді киім деп тұр. Жалпы осы көктемге жаңа шопинг жасап гардеробымды жаңартқан болатынмын. Ал оны сіздер мына жерде көре аласыздар. Уже ол видеоны каналға салып қойдым. Ақ топпен и сыртынан осы серый кофтамды киемін. Шашымды, наверное, жаятын шығармын. Өзімнің духиімді себемін. Просто андай бір аты жоқ. Просто бір май, запах деуге болады. Кашмир деген май. Флаконға өздері сондай бір масланы құйып береді. Украшенияға келетін болсақ, наверное, осындай бір сырғамды тағамын. Бірақ та білмеймін қаншалықты блогерға сәйкес келетінін. Тағып көрейік. Сонымен достар, мен уже киініп дайын болдым. Бірақ та менің автобусым 9-дан 5 кеткенде жүреді, и 9-дан 35 кеткенде жүреді. То есть, сондай уақытта жүреді да. Сол себептен де мен 9-дан 5-тегісіне үлгермесем, онда келесі 9-дан 35 кеткенде бірақ жүреді, ал сабақ онда басталады, ал жол жарты сағат. Сондай да, сол 9-дан 5 кеткенге енді үлгермедім. Сол себептен 9-дан 35 кеткендегі жүретін автобусқа үлгеруім керек. Мен автобусқа үлгермей қалдым. Понимаете? 9:35-тегіне де үлгерген жоқпын. Келесі онда бірақ жүреді. Поэтому мен басқа остановкаға баратырмын. Бізде бірінші сабақ бітті. Бірінші сабақта біз просто так отырдық. Ештеңе істемедік. Сонымен достар, мен қайтадан кітапханаға келдім. Енді осы жерде 1 сағат кітапханада кітап оқып, сондай жұмыстарымды жасап тастаймын. Осы кітапты таңдадым. Әр күні әртүрлі кітап оқимын. Кезінде 1 жыл бұрынғы жүйелі дайындықтың арқасында және тиімді курс таңдағаның арқасында дәл қазір мен армандаған универімде грантта оқып жатырмын. Және де сіздердің де болашақта армандаған универлеріңізге грантқа түскендеріңізді қалаймын. Ал ол үшін ұбт-ға дайындайтын тиімді курсты таңдай білу қажет. Казгюда грантта оқып жатқаныма үлкен бір себепші курс ол Джоа. Оны өздеріңіз де білесіздер, мен ол туралы әрдайым айтып отырамын. Мен қаңтардан бастап мамырға дейін тек қана Джоа кезбен бірге дайындалып, мысалы сол аралықта кәдімгідей неше 50-60 балл қостым да. 4-5 айдың ішінде 60 балл қостым. Тек қана Джоа кезбен. Жалпы Джоа KZ тест-центрдің ресми серіктесі. Джоа KZ қандай сұрақтардың нақты келетінін біледі, және сол сұрақтар, сол тақырыптар бойынша дайындайды. ұбт-ға қазір бар болғаны 1 ай қалды. Және дәл осы 1 айда ерекше бір методика бойынша сіздер 15 балл қосып үйренесіздер. Кезінде Джоа KZ-бен 1 айда 40 балл қосып алғам. Дәл солай сіздер де дәл осы Джоа KZ-бен 1 айда нағыз ұбт-ға дейін 15 балл қоса аласыздар. Просто смело. Осы 1 ай практикалық курсқа қатысатын болсаңыздар, 7-ден 11-ші сыныпқа дейінгі тақырыптар бойынша видео сабақтарға доступ ашық болады. Қалаған пән, қалаған тақырыпты ашып дайындала аласыздар. То есть 1 айлық бағамен сіздер бүкіл программаны сатып ала аласыздар да. Одан бөлек мықты мұғалімдермен тікелей эфирлер өтеді. Менің өзімнің Джоа KZ-те сүйікті мұғалімдерім бар. Әсіресе Бағила апай, Тарих ағай, барлығы күшті түсіндіреді. Дайын сабақтарды да көресіздер, еще и тікелей эфирге де қатысасыздар. Ал тікелей эфирдесіздер, сабақ өтесіздер, тікелей былай айтқанда мұғаліммен байланысасыздар. Жалпы дайындықты сіздер 5 пәннен деп аласыздар, немесе 1-2 пән таңдап та дайындала аласыздар. Сол 1 ай практикалық курсқа қатысқан жандардың арасында
4 жылдық тегін грант ойнатады. Джоның негізгі 5 серіктес университеті бар, оның ішінде Казгю да бар. Сіздер осы курсқа қатысып, Казгюға грант ұтып алуларыңыз да әбден мүмкін. Бірге сосын жүреміз, бірге влог түсіріп жүреміз. Отқан оқушы сол 5 серіктес универдің біреуін таңдап, 4 жыл бойы тегін оқи алады. Негізгі ұбт-да балың жетпей тұруы мүмкін, бірақ та сен осы курсты оқып грант ұтып алуы мүмкін. Және де күшті жаңалықтың артынан одан бетер күшті жаңалық айтайын. Именно тек қана менің оқырмандарыма курсқа 22% жеңілдік болады. Понимаете? Тек қана сіздерге, басқа біреуге емес, тек қана сіздерге. То есть менің пайдам тиіп тұр ғой, менің арқамда сіздер жеңілдікпен оқи аласыздар. Толығырақ ақпаратты описаниедегі ссылка бойынша біле аласыздар. Ал егер де нақты тіркелем десеңіздер, бірден тіркелуге арналған екінші ссылкада описаниеде. Барлық ссылкалар описаниеде, сол себептен де міндетті түрде тіркеліңіздер, бұл мүмкіндікті жіберіп алмаңыздар. Мен өзім де Джоның түлегімін, осы жерде оқыдым, осы жерде результат жасадым. Және де мен бұл курстың ең мықты екендігінің тікелей дәлелімін десем болады. Сабақ бітті. Енді қазір киім ағыруға барам, потому что қолым бос. Короче, біз Перизаттың үйіне баратырық. Кірішке үйге кір. Мен қазір Перидің үйіне келдім. Перидің үйіне. Біз қазір Перидің үйі. Бүгін осы жерде қонамын. Ночевкаға келдім. Идеально. Да. Әртүрлі бутиктер, то есть бірінші этажында әртүрлі бутиктер, кафелер бар да. Ал мына жерде біз үйге кіреміз. Короче, 17-ші этажға баратырмыз. Сол распаковка холдингтің. Біз мынандай алдық. Unpacking. Мама бізге осындай бір чак-чак салып жүрген смородина банка и алмалар. Қазір біз фруктовый салат жасаймыз. Мағынына біз ертең сәресіне деп булочка алдым. Күріш, фунчуар жасалады. Перидің булочкасы, апельсин, киви. Ну, понятно, не екені. Йогурт, алма. Ой, алма деймін. Баға. Осындай шашылып жатқан кухня. Алдында бізде балкон. Махаббат деген қандайды, қарасаң көзің талмайды. Сағынған жанға жете алмай, қаншама гүлдер сарғайды. Ғашықсыз өмір ме, егілме жанымен білме. Көктен күнге қол созған не дерсің? Короче, біз өзімізге фруктовый салат жасап алдық. Төсегімізді дайындап, қазір енді зимородок көреміз. Зимородок көріп, салат жеп, ұйықтаймыз. Кімнен сұрарсың?